Профессор болса маған жаңа келісімде Иса ешқашан өзін құдаймын деп мәлімдеген емес деді. Мен Жохан жазған ізгі хабардың 5-ші тарауын қарап шыққаннан кейін Жоханның 10-шы тарауының 27-36 аяттарын аштым. Иса былай дейді: өз қойларым даусымды естіп бағынады, мен оларды жақсы білем, олар маған еріп жүреді. Соларға мәңгілік өмір берем, ешкім оларды менің қолымнан тартып та ала алмайды. Оларды маған берген әкем бәрінен де ұлы. Ешкім соларды әкемнің қолынан да тартып ала алмайды. Неге? Өйткені әкем екеуміз бір тұтаспыз. Сізде әкем екеуміз бір тұтаспыз, ал бұл мені Құдай қылмайды ғой деп айтуыңыз мүмкін. Ал адамдарды тіл ерекшелігі мен мәдениетін ескеретін болсақ, бұл құдайлық болмысты тікелей мәлімдеу болып табылады. Тағы да Исаның тыңдарманы яһудилердің оның айтқанына қалай реакция танытқанын және қалай түсінгенін қарап көрейік. Сонда діндар яһудилер оны тас лақтырып өлтіру үшін тағы да жерден тас алды. Иса оларға: көз алдарыңда әкем тапсырған көп игі істер істедім. Солардың қайсысына болып мені тас лақтырып өлтірмексіңдер деген сұрақ қойды. Діндар яһудилер: сені игі ісің үшін емес, Құдайды қорлағаның үшін тас лақтырып өлтірмекпіз. Ал енді олардың не айтқанына назар аударыңыз. Сен адам бола тұра өзіңнен Құдай жасағың келеді. Исаның әкем екеуміз бір тұтаспыз деген сөзін яһудилер осылай түсінді. Иса оларға былай деп жауап берді: өздерің құрметтейтін киелі жазбада жазылған, былай деген едім: сендер Құдайсыңдар. Ал киелі жазбалардың күшін жоюға болмайды ғой. Сонымен Құдай өзінің сөзі жеткен сол билерді Құдай деп атаған. Алайда айырмашылығы мынада: біз барлығымыз Құдаймыз деп айтқанда, яһудилер адам жаратылысы жайында айтқан. Алайда Исаның айтқан сөздерінен олар жалғыз да шынайы Құдай Яхуяны меңзеп тұрғанын түсінді. Осы жерден профессор мені тағы бір бөліп жіберіп: кідіре тұрыңыз, Жохан жазған ізгі хабар барлығынан кеш жазылған. Басқа 3 ізгі хабардың ешқайсында Иса өзін Құдаймын деп мәлімдеме жасағаны жөнінде тіпті ешбір ишара берілмейді деді. Мен сенімсіз бе деп сұрадым, ол толықтай деді. Сонда мен Матай жазған ізгі хабарды ашуды ұсындым.